Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Назарларыңызға ұсынып отырған бейне түсірілім тақырыбы математикадағы функционалдық сауаттылық. Математикалық білімді өмірлік жағдаяттарда кездесетін түрлі мәселелерді шешуде еркін қолдануға қатысты бірнеше мысалдар қарастырып өтейік. Жүрек ырғағы есебі. Ұзақ мерзімді жоспар диаграмма, сынып 5, сабақтың тақырыбы статистикалық деректерді көрсету тәсілдері. Оқу мақсаты кесте немесе диаграмма түрінде берілген статистикалық ақпараттарды алу. Күтілетін нәтиже. Оқушылар кесте немесе диаграммамен берілген ақпарат бойынша тапсырмалар орындай алады. Мәтінде берілген ақпаратты пайдаланып, кесте толтырып диаграмма тұрғыза алады. Жүрек адам бақылауына бағынбайтын жалғыз бұлшықет органы. Ол өз бетінше жұмыс істейді және вегетативті жүйке жүйесі арқылы реттеледі. Біздің жүрегіміздегі синустық түйін жүректің жұмыс ырғағын реттеп отырады. Жүрек бұлшықетінің белгілі бір ырғақпен жиырылуы және босансуы жүрек ырғағы деп аталады. Жүрек ырғағының қалыпты нормасын келесі формула бойынша есептеуге болады. 118,1-ден адам жасының 4/3 бөлігін азайтамыз. Бірінші тапсырма. Адамның әрбір жасы үшін жүрек соғу жиілігін есептеңіз. Жауабын бүтін санға дейін дөңгелектеп кестені толтырыңыз. Формула бойынша 10 жастағы адам жүрегінің 1 минут ішінде соғу 111-ге тең болса, 25 жастағы адамдікі 99-ға, 40 жастағы адамдікі 88 рет, 65 жастағы адамдікі 69 рет, ал 70 жастағы адамның 1 минут ішіндегі жүрек соғуы 66-ға тең екен. Анықтадық. Жүрек ырғағы есебінің екінші тапсырмасы. Роман қазір 25 жаста. Ол бала кезінен шаңғы спортымен айналысады. Тыныштық күйінде оның жүрек соғысының саны қалыпты норманың 71%-ын құрайды. Ұйықтаған кезінде жүректің жиырылу саны тыныштық күйімен салыстырғанда 20%-ға азаяды. Үйреншікті жаттығулар кезінде жүрек соғысының саны 40 соғуға дейін азаяды. Ал физикалық жүктеме артқан кезде жүректің соғу саны тыныштық жағдайының 3-тен 1 есе артады. Кестеде бір күн ішіндегі романның жүрек соғысының саны көрсетілген. Кестені қолдана отырып, романның күн тәртібін құрастырыңыздар. Есептің шешу жолына назар аударайық. 25 жастағы адамның минутына жүрек соғысы 99-ды құраса, романның тыныштық күйіндегі жүрек соғысы оның 71%-ын құрайды. Яғни романның жүрегі 70 рет соғады екен. Ұйықтаған кезде жүректің жиырылуы тыныштық күйіндегі жүрек соғысынан 20%-ға аз, яғни 56 рет соғады. Үйреншікті жаттығулар кезінде жүрек соғысы 40 рет соғады деп берілген. Физикалық жүктеме артқан кездегі жүрек соғысы тыныштық күйдегі жүрек соғысының 3-тен 1 есе артық деген, яғни ол 91-ге тең екен. Кестедегі мәліметтерді пайдаланып романның күн тәртібін берелік. Таңғы сағат 6-да үйреншікті жаттығу кезі, 10-да физикалық жүктеме орындау кезі, 7-де тыныштық күйі болса, кешкі сағат 10-да ұйықтау уақыты екен. Күн шуақты бөлме немесе солярий есебі. Ұзақ мерзімді жоспар тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы қатыстар. Сынып 8. Сабақтың тақырыбы Пифагор теоремасы. Оқу мақсаты Пифагор теоремасын дәлелдеу және қолдану. Күтілетін нәтиже. Оқушылар Пифагор теоремасын біледі, тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттерін пайдаланады, теориялық білімдерін практика жүзінде қолданады. Күн шуақты бөлме. Суретте күн шуақты бөлменің жоспары көрсетілген. Бөлме үйдің қабырғасына жапсарлас орналасқан. Солярийдің 4 қабырғасы квадрат тәрізді мөлдір шыны панельдер. Төбесі бірдей өлшемді трапеция түріндегі 4 мөлдір шыны панельді қолдану арқылы дұрыс 8 бұрыштың жартысы формасындағы күңгірттелген шыны панель арқылы жасалған. Тапсырма. Суретте төбе панельдерінің біреуінің АБ жиегі көрсетілген. АБ жиегінің нақты ұзындығы қандай? Тапсырманың шешу жолына назар аударайық. Суретте 2 торгөз 1 см ретінде қабылдау қарастырылған. Онда АБ-ның ұзындығы түбірасты 5 немесе жуық мәні 2,236-ға тең. Масштаб бойынша 1 см 1 метрге тең болса, онда АБ жиегінің нақты ұзындығы түбірасты 5 немесе 2,236 метрге тең екен. Соғыс есебі. Ұзақ мерзімді жоспар, қатынастар және пропорциялар. 6-шы сынып. Сабақтың тақырыбы тура пропорционалдық тәуелділік. Оқу мақсаты қандай шамалар тура пропорционалды болатынын түсіну және оларға мысалдар келтіру, есептер шығару. Күтілетін нәтиже. Оқушы шамалары тура және кері пропорционалдықпен байланысты есептерді ажыратады, тура пропорционалдықты пайдаланып есеп шығарады.
Соус есебі. Сіз салатқа өзіңіздің тұздылығыңызды дайындап жатырсыз. 100 мл-ге есептелген тұздық рецептісі. Салат майы 60 мл, сірке суы 30 мл, соя тұздығы 10 мл. Тапсырма. Осы рецепт бойынша 150 мл тұздықты дайындау үшін салат майынан қанша миллилитр қажет болады? Есептің шешу жолына назар аударайық. Тура пропорционалдық тәуелділік бойынша пропорция құрамыз. Пропорцияда белгісіз шаманы табамыз. Сонымен бізге 150 мл тұздық дайындау үшін салат майынан 90 мл қажет екен. MP3 плеер есебі. Ұзақ мерзімді жоспар. Натурал сандар және нөл саны. 5-ші сынып. Сабақтың тақырыбы. Натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдану. Оқу мақсаты. Натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдана отырып, мәтінді есептерді шығару. Күтілетін нәтиже. Оқушылар есептің шарты бойынша модель құрады. Арифметикалық амалдар қолдана отырып, мәтінді есепті шешеді. Балнұр MP3 плеер құлаққап және колонкалардың бағаларын калькуляторға қоса отырып енгізді. Ол 248 деген жауап алды. Балнұрдың жауабы дұрыс емес. Ол төмендегі қателердің біреуін жіберді. Ол жіберген қате қайсысы? А. Ол бағалардың бірін 2 қайтара енгізді. Ә. Ол 3 бағаның бірін қосуды ұмытты. Б. Ол бағалардың бірінің соңғы цифрын енгізуді ұмытты. В. Ол бағалардың бірін қосудың орнына азайтты. Есептің шешу жолына назар аударайық. Бірінші қосылғыш ретінде MP3 плеер бағасын алайық. Екінші қосылғыш ретінде құлаққаптың бағасын алайық. Үшінші қосылғыш ретінде колонкалар бағасын алып, соңғы цифрын жазуды ұмытып кетейік. Сондағы қосындының мәні 248-ге тең болады. Яғни Балнұр бағалардың бірінің соңғы цифрын жазуды ұмытып кеткен екен. Сонымен бүгінгі бейне түсірілімінде жоспарланған тапсырмалар толық қарастырылды. Назарларыңызға рахмет.